Сәлеметсіздер ме? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі алғашқы сабағымыз. Бұнда біз алғашқы воздушная петля көзшелерді іліп үйренеміз. Ол үшін бізге керекті құралдар: жіп, Alize Lanagot Classic. Бұл жерде 100 грамда 240 мл. Және де біз керек крючок номері 4. Енді жіпті ұстаймыз аяқ жағына, алақанымызда, саусағымызда ораймыз. Орап әкеліп, үшінші саусақпен былай ұстап тұрамыз. Содан міне босырақ осылай күршекті мына жерден саламыз, жоғары жағынан саламыз, іліп аламыз, алып шығамыз. Міне түйін пайда болды бізде. Біз бұны былай жіптен тартсақ, жұмыс жіптен тартсақ, өстіп кішірейіп тартқан сайын осылай түйінді ұстап тұрамыз. Саусағымызға міне былайынан орап аламыз. Жіпті, жұмыс жіпті, күршекті ұстап, жіпті орап, күршекке жіпті орап, тартып алып шығамыз. Бір петля дайын болды. Мынау бізде рабочий петля. Мынау ол ылғида жұмыс петлясы, ол саналмайды. Не біз қазір бір петля көтердік, бір көше жоғары көтердік. Біреу, тура солай, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10. Қазір санаймыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10. Енді біз жоғары қарай енді бағандар жасаймыз. Столбиктар. Ол үшін не істейміз? Мынау бізде жұмыс петлясы. Енді осыған бір іліп 10-шыға бұл жатпайды. Енді тағы да бір петля көтереміз де, мынадан емес, мына біреу тастап, екіншісінен баған көтереміз. Ол үшін өрімнің қабырғасынан аламыз, орап аламыз, тартып алып шығамыз. Енді осы күршегімізде 2 петля тұр, 2 көше тұр. Енді ол екеуін біреу қыламыз, былай орап аламыз, қосамыз. Сонда бізде міне мына біреу бір баған пайда болды. Келесі бағанда не жандағы көше бар ғой, жандағы жаңа, соған кіргіземіз, қабырғасынан алып шығамыз. Енді екеу болды тағы да, ол екеуін енді біреу қылу керекпіз. Енді үшіншіге кіргізіп алып шығамыз. Екеуді тағы да біреу қыламыз, қосамыз, бастап. Осылайынан жалғаса береді. Міне 10-шы болды. 10-шыға келдік. Енді не істейміз ары қарай? Енді бір петля жоғары көтереміз. Біз бір көзше жоғары көтереміз. Көтердік.
бұрамыз тоқымамызды. Енді міне бағанамына қабырғалардан алдық қой. Бұл жерде екінші қатарда олай болмайды. Біз мына осы өрімнің мына петляның астынан аламыз. Мына екі қабырғаны бірге аламыз. Астынан аламыз. Алып шығамыз. Алып шығамыз. Саламыз. Алып шығамыз. Өстіп. Міне. 10-шы баған көтереміз. Столбик. Ол үшін соңғы өрім тұр. Көріне ме сіздерге? Міне соңғы өрім. Міне. Осы жерден кіргізіп бері қарай алып шығамыз. Жібімізді ораймыз да екі басын біріктіреміз. Енді екінші қатарды оқығанда, үшінші қатарда да міне бірінші бір петля жоғары көтереміз. Бір бос көз жоғары көтереміз. Тоқымамызды бұрамыз. Тура жаңағыдей қайталаймыз. Ары қарай осылай жалғай бересіздер. Міне осындай тоқыма шығады. Сонымен бүгін міне алғашқы сабағымыз петля жасауды үйрендік. Баған жасауды үйрендік, тоқуды. Келесі сабақтарда басқа да түрлерін тоқитын боламыз. Ораммен баған, екі орамды баған, жарты орамды баған сияқты әртүрлі түрлерін және де басқа да бұйымдар тоқып үйренетін боламыз. Қош сау болыңыздар.